Жалғастырамыз. Еуразия бірінші арнасы КосЛайык жобасы сіздермен бірге. Ортада Айдананың үміткері Есентұр мырза. Айдананың сұрағы? Мен сұрағым, негізі сіз, мен ойымша, мені көргеннен кейін барып, осындай шешім қабылдаған сияқтысыз, иә? Түсінбедім, қаттырақ айтасыз ба? Енді жаңа айтып жатсыз ғой, намаз енді бастайын деп жатырмын деп. Иә. Мені көргеннен кейін сондай шешім қабылдап жатсыз ба? Жоқ, мен жалпы намазға негізі келгенмін, намаз мені тастап кетті да, өкінішке орай. О баста келгенмін негізі. Осыдан 4-5 жыл бұрын. Енді қайтып келіп жатырмын осы қасиетті Рамазан айында. Түсіндіре алдым ба сізге? Түсінгендей болды. Абзал тағы да микрофонмен қалып кеткен екен, жарнама бойы осылай отырды. Сұрақ белгі оқып кетті ғой, негізі. Мен сенімен ұрсайын деп отқан жоқпын, сен де айтып отырсың ғой, мен ұрсуға келген жоқпын деп ше. Негізі сенбей отырмын, саған шыны керек бар ғой. Сен айтасың да, Рамазан айында қайттан келіп отырмын, Рамазан бітеді, қайттан сонда мен сен не үшін ол сұрақты қойдым, сен айтып отырсың, жаңа бір сөзіңде байқап қалдым да, мен бәрімен жүріп кеттім деп ше. Содан кейін айтып отырмын мен саған. Сен дұрыс жағынан сұрақты қабылдай біл, кейін сен де ержан төбінде отырып алып қарға сияқты қарқылдамашы бір. Болдың ғой бауырыме қойып, мен жауап берейін саған тікелей нақты. Бойдақта еш жоқ дейді, бәріміз бойдақ болдық, жас болдық, мас болдық. Кезінде ол осыдан 4-5 жыл бұрын жүріс, жаңа қыздармен жүрдім, мойындаймын, басқа болдық. Енді жайлап міне тәубеге келіп жатырмыз. Өзгеруге, жаңа ержан бауырым айтты ғой мысалға. Сол бауырым айтқан сөзі қосыламын ғой. Мен сені сол тәубеге келгеннен айнтайын деп тұрған ешқандай ойым жоқ. Мен сені. Жоқ, бауыр, мен сенің алдында ақталмаймын. Ақталуға да міндетті емеспін да, біріншіден. Екіншіден, тек қана бір Алла куә болды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум жаңа ассалам. пайғамбар даусыңа тие кетіп жатсың ғой енді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жалпы Меккеде таспен атып, көміп тастаған кезде де Құдайға құлшылық қылып, ешкімге еш нәрсе айтпай, менің бұлардың үмбеттері ертең сізге құлшылық қылатын болады деп Алладан дұға сұрады ғой. Ашуланбасай, сен исламның бейнесімен кіріп жатсың. Жоқ, мен бауырым ашуланған жоқ, сабыр жақта бар. Өйтіп не қылма, жаймен қабылдап ал. Сен ислам діні ол жұмсақ дін. Сол үшін сен жұмсақ қабылда өзің. Сен соның бейнесін алып келіп атсың, сол бейнемен басыңа тақия, қолыңда таспих енді айналдырып отыршы арасында, я? Іште айтып болса да ше. Бауырым, сен әшкеден көрмей отырсың ғой, ішкен әшкеген шешесің ау деймін. Қара, мен саған түсіндіріп жатырмын. Менің айтатыным, әрбіріміз арқалап атқан жүгімізді дұрысынан арқалауымыз керек та. Сен сондай бейнемен кіріп келдің, сол бейнені әдемі халыққа жеткізуің керек. Ал адасып жүрген жастар қазір қай дінді таңдасам екен деп жолынан адасып жүрген жастар, ой, ислам дейін бүйтіп фанатизмге алып келіп, показуха қылып тастады дейтін көзқарас болып кетеді. Сол үшін Аллажы болса сенен өтініш, сол дінді қорлама, әдемі ұсташы өзіңді, өтініш. Есентұр мырза, кешірім сұраймын, жарнама барысында маған сізге байланысты ақпараттар келді. Инстаграм желісіне осыдан шамамен 5 ай бұрын сіз бір бағдарламада қатысушы болған екенсіз. Және ол жерде, атын атамай қояйық ол бағдарламаның, ол жерде кәдімгідей адамдардың бір жағдайын сараптайтын, я болмаса бір ымыраға, келісімге шақыратын бағдарламада сіз қандай мақсатпен, я болмаса қандай оқиғамен бардыңыз? Және немен аяқталды? Өйткені аяқталғаны да қатты бір дауға ұласты деп жатыр. Ол бағдарламаға жаңа алдында айттым ғой, ол қыздың несін айтпай қояйын. Ол қызды ұмыту үшін мен студент кезінде бір қызбен таныстым, сөйлестім. Студент кезде, ол 2012 жылы болатындан. Ол 2011-де бір қызбен аяқталды. Сол қызды ұмыту үшін мен студент кезде бір қызбен жүрдім. Сөйтіп ол жауапсыз махаббат болып кетті. Мен әскери өмірге кетіп қалдым. Сонымен аяғы кішкене немен аяқталды, кішкене түсінбеушілікпен аяқталды. Ол қыздан нақты жауап келді, ол қыз тұрмысқа ұзатылып кетейін деп жатыр екен. Сонда 10 жыл бұрын болған таныстықты, болған арақатынасты шешу үшін 10 жылдан кейін кәдімгідей, және ол жерде енді 10 жыл емес қой. 2012-де ол қызбен таныстым. Енді сіз 2020-да барып тұрсыз ғой. Ол жерде біраз дау болған деп маған сілтемелерді де жіберіп жатыр. Иә, дау болды, ол рас. 2012-де таныстым ол қызбен. Одан кейін екеуміз арамыз, қызбен жігітпен жүрген жоқ, біз таныстық ретінде жүрдік. Одан кейін мен арада кішкене түсінбеушілік болып қалды. Одан кейін мен әскери өмірге кетіп қалдым. Одан кейін ол қыз ешқандай нөмірін таппадым, әлеуметтік желіде ешқандай болмады. Болмаған соң мен сол бағдарламаға жүгіндім. Ол қызды данием бәрін тауып берді. Ол жерде бәрін көрсеңіздер, басынан түгел бәрі айтылған.
И ол қыз шықты эфирге, жауап келді, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын, кеш деген сияқты да. Сосын кейін мен ол бағдарламадан шықтым. Берді. Мен айтайын, қызық нәрсе ғой, Қырсын, әнеугін айтып жүрем ғой, 6-шы классымда махаббатым барды. Мен де барып сөйтіп іздеймін қырсын онда, 8 жылдық нәрсе миға қонымсыз дүние ғой ол. Бала шағасы бар шығар, әрбір қыз дұрыс қыз болатын болса, ер азамат таласып жатса, ол босағасында отырмайды, ол ұзатылып кетеді, ұрпағын көбейтеді дейтін сөз ғой ол. Жақсы қызды үйінде отырғызбайды ғой ешкім, таласып алып кетеді мысалы. Сен келіп отыр, бұл бағдарламаға барған мақсатың не, білмеймін, сен кәдімгідей датаво сондай жүрегің соған бір сезімге берік азаматсың деп те айта алмаймын енді. Сыртқа қарап енді сарапта қоймайды дегенмен де, ер азаматтың мысалы ол жүрегі уақыт өте сала қыз баланкіне қарағанда ұшып қонып жүре беретін нақты айтшы, қысқа нұсқа айтшы. Білем, сен мықты сөйлейсің, Кім еді? Атың кім еді? Есентұр атым. Атым Есентұр. Ана тақияң теріс айналдырып жүрем көз. Давай кесем онда. Мен айтсам бола ма? Айдана. Сен қара, мен саған түсіндірейін. Эфирден сөйлесеміз. Эфирден сөйлесеміз. Ол жарайды. Сұрағың болса да, жігітше нәтижеде халықтың алдында бүйтіп. Сен халықтың алдында емес, мен саған. Біріңді қазақ, біріңді өз көрмегенсің бәрі бос дейді. Біз қайта жаман жасырып, жақсысын асырмаймыз да. Мен әжерде дұрыс жағынан келіп отырмын. Өткен жақта не болмайды? Өткен жақта не болмайды? Жігітте бойдақта еш жоқ дейді. Өткен жақта не болмайды? Мен келер шақта ұмтылып, жақсы ниетпен әжерде келіп отырмын. Рахмет, сізді түсіндік Айдана. Негізі жаңа қойысты сабыр сияқты, сабыр төбе саралдың. Болды, қойдым ғой мен, қойсай сен енді. Негізі сізге де сабыр тілейміз. Есентемір аты? Есентемір маты? Есентұр. Есентұр мырза, кешіріңіз. Бұл жерде керек емес, негізі әркіммен бір ұрысып, жаңа негізі менде де кішкене сенімсіздік болған, әркіммен бір жүрдім деп сөйтіп айтты ғой. Сол үшін мен сізге сұрақ қойдым, мен көргеннен кейін барып есіңізге түсті ма деп соны бастау. Негізі кішкене сенімсіздігім болып қалды, сол әңгімесінен кейін. Енді айып етпеңіз, осы жерде кереметтей сау сәлематыңызды айтып келіп отырсыз, тілге тиек етіп діннен, хадистерден хабар беріп отырсыз, бірақ бұл жерде енді өз сөзіңізге өзіңіз қарсы шықпай, Рамазан айы ғой, жігіттермен сөз таластырмай, сіз де сабырға келіп отырсаңыз, айып етпеңіз. Бұл жерде барлығы бірдей, ешкім ешкімнен артық емес, кем емес дегендей. Айдана, шымылдықты ашамыз ба деген сұрақ сізге? Ашайық енді. Жоқ, ашпасам қазір бәрі жейді, мен білем. Сіз қатысушыларды ойламаңыз. Өткен жолы көрдім ғой, қалай жегендеріңіз. Осы тұста бір нәрсе айтсам бола ма? Сезіммен алыстым, төзіммен алыстым, сүйдім ба, сүймедім, арығыз Айдана, сізбенен келеді жақынан танысқым. Кімде мені ойлама, тереңге бойлама. Сүйіп сені тасынғамын, алыста емес қасындамын. Кездесуге келесің бе, шымылдықты ашып бересің бе, одан кейін сөзге келсек, нақты бір шешімге келсек. Айдана, толық шешім сізде, бізді, қатысушыларды ойламаңыз. Өзіңіз сараптап, саралап, дайын. Бір сұрақ қойсам бола ма сізге? Әрине. 27-десіз ғой, енді сонда осынша жыл бойы бір жұмысқа кіріп, жұмыс істеп, тұрақты жұмысыңыз болып? Жұмыс істедім, Россияда жұмыс істедім, 1 жылдан аса істедім. Сосын кейін стройкада жұмыс істедім, басқа Құдайға шүкір. Жаңа айттым ғой сөзің барысында, жігітті бақыт қылатын 3 нәрсе бар дедім ғой. Жақсы әйел, жақсы көлік, жақсы үй. Мен енді үйім бар, жайым бар, енді жақсы әйел болса болды. Соған дайынмын. Мөлдір? Есентұр, қош келдіңіз. Негізі өнерге қалайсыз? Өнерге Аллаға шүкір, Құдайдың бергені бар ғой. Әудемейдің қазақ жоқ қой енді. Айдана, саған өнерде жүретін жігіттер ұнайды ма негізі? Разница жоқ негізі. Ал енді соңғы рет сұраймыз. Айдана, шымылдық. Ашамыз ба? Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby. Сөз
көзіме тек сен үшін. I love you baby, бағымсың берілген. I need you baby, болшы тек менімен. I love you baby, let me love you baby. Айдана ханымға енді алғаш рет сіздердің жобаларыңызға келіп отырмын ғой, үлкен шаңыраққа. Сондықтан аз да болса көптеп көресіздер. Киелі Түркістан жерінен баршаңызға сыйлық келіп отыр. Бірінші Айданадан бастасам деп отырмын. Әрине. Мына қыздың көзі қызға түседі дегендей хиджаб орамал өзіңізге аз да болса көптеп көресіз. Ішінде жаңа құрма тәтті-мәтті көре бересіз. Одан кейін Диана ханым, өзіңізге де сыйлық. Рахмет. Түрленген Түркістаннан арнайы өзіңіз үшін, сіз білем, жаңа құрт жақсы көресіз, құрманы жақсы көресіз. Ауылдан керемет құрт бар. Ішінде бар нәрсе бар сізге керекті. Рахмет үлкен ниетіңізге. Жүректен. Рахмет. Және осы тұста қатысушыларға да, жақсылар мен жайсаңдарға да өз сыйлығымды әкелдім. Маған енді көмекке 1-2 минут ұштап бола ма, өтініш? Аязби әлемде біл құмырсқа жолында бөледі, жолы үлкен Асқат ағамызды шақырсам ортаға көмекке. Және оның жұбы Зухра ханым, кесеңіз. Енді Абай киген тақия, Шәмші киген тақия. Бәріміз осы тақияны біз ойлаймыз кейде. Тақияны тек қана жұма намазға оқыған кезде, тек қана 5 уақыт намаз оқыған кезде кетті ойлайды да, жаман көпшілігі. Ол қате түсініп, осы бұл тақияны арманым бір. Сөзіңізді бөлуге мәжбүрмін, өйткені бізде дәл қазір жарнама ғой.